пожелаем друг другу, прими много небесных благословений. Бір-бірімізге айтайықшы, көктің баталарына молынан ие бол. Прими много небесных благословений. Көктің мол баталарына ие бол. Вот знаете, когда я в школе учился, то я замечал одну вещь, что учитель все видит. Вот отсюда все видно. Мен мектепте оқыған кезде мен байқайтын мұғалім бәрін көріп тұрады. Осы жерден мен бәрін көріп тұрмын. И вот, когда я говорю проповедь, я передаю ее как Слово Божие вам. Мен уағыздаған кезде Құдайдың сөзі ретінде сіздерге жеткізіп жатырмын. Поэтому вот когда я вижу, что вы не говорите, у меня такое чувство, что вы и дальше ничего принимать не собираетесь. Сондықтан мен бір нәрсе айтқан кезде, соны сіздер орындамасаңыздар, мен түсінемін, ары қарай сіздер еш нәрсе істемейсіздер. Поэтому давайте мы прям скажем другу, прими много небесных благословений. Сондықтан бір-бірімізге нақты Давайте айтайықшы, учиться провозглашать Слово Божие. Құдайдың сөзін жариялауды үйренейік. Пусть благословения будут в своем доме. Сенің үйіңде, сенің отбасыңда Я Құдайдың желаю тебе баталары мол любви, мира, болсын. добра, Сүйіспеншілік, радости, қуаныш, покоя. Еще мейірімділік, сильнее, сильнее. Я вижу, кто сейчас не говорит, а кто говорит. Кім айтып, кім айтпай тұрғанын біз көріп Давайте, тұрмыз. говорим. Айтамыз, Учимся. жанымыздағы адамдарға айтамыз, үйренейік. Аминь. Еще. Тағы да, жариялаңыздар. Аминь. Вот примерно такого қауыма я хочу быть пастором. Міне осындай қауымның бағушысы болғым келеді. Да. Ага. Который слушает Слово Божие и сразу его передает. Құдайдың сөзін тыңдайтын және бірден орындайтын. Давайте мы в Слово Божие обратимся. Құдайдың сөзіне жүгінейік. Мы будем читать сегодня Евангелие от Иоанна, 13 главу, с 21 по 38 стихи. Бүгін біздер Жохан жазған ізгі хабар 13-ші тарау 21-ден 38 аятқа дейін. 13 глава Евангелия от Иоанна, с 21 по 38. Жохан жазған ізгі хабар 13-21-38. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув в кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он сказал это ему. И как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будьте искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а последуешь после, за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Осы сөзден кейін Иса іштей қатты толқып салмақтап: «Сендерге өте маңызды шындықты айтамын, араларындағы біреу маған опасыздық жасайды» деді. Шәкірттер Исаның кімді айтып тұрғанын ұқпай бір-біріне аң-таң болып қарасты. Исаның жақсы көретін шәкірті дастархан басында оның қасында жантайып жатушы еді. Шимон Петр Исаның кімді айтқанын сұрап білші деп жаңағы шәкіртке ымдап белгі берді. Анау Исаға бұрылып: «Мырза, сол адам кім?» деп сұрады. Иса: «Үзім нанды табақтағы тұздыққа батырып кімге берсем, сол кісі» деді. Содан кейін Иса қолындағы бір үзім нанды тұздыққа батырып алып, Шимон Искариоттың ұлы Яхудаға берді. Яхуда нанды алысымен Әзәзіл шайтан оның бойына еніп алды. Иса Яхудаға: «Не істегің келсе, соны тезірек істе» деді. Отырғандардың ешқайсысы Исаның оған неге бұлай деген түсінген жоқ. Яхуда
ортақ қаржы салатын әмиянды ұстайтындықтан кейбіреулер Иса мейрамға не керектігін бәрін сатып ал, немесе мүсәпірлерге садақа бер деп, оған тапсырма беріп жатқан шығар деп ойлады. Ал Яхуда нанды жеп болған соң тез шығып кетті. Сыртта қараңғы түн еді. Яхуда шығып кеткеннен кейін Иса былай деді: енді көктен келген мен ұлылыққа кенелемін. Өзім арқылы Құдайдың ұлылығы да көрінеді. Мен Құдайдың ұлылығын көрсеткенде Құдай да менің ұлылығымды паш етеді. Бұл көп кешікпей орындалады. Балаларым, енді азақ уақыт қастарыңда боламын. Кейін мен іздейсіңдер. Әлгі яхудилерге айтқан сөзімді қазір сендерге де айтамын. Мен баратын жерге сендер жете алмайсыңдар. Сендерге бір жаңа өсиет айтамын: бір-біріңді жақсы көріңдер. Мен өздеріңді сүйгендей, сендер де бір-біріңді сүйіңдер. Менің шәкірттерім екендіктерінің елдің бәрі өзара сүйіспеншіліктерінен білетін болады. Шимон Петр: мырзам, сіз қайда бармақсыз деп сұрағанда Иса: мен баратын жерге сен қазір еріп бара алмайсың, кейінірек соңымнан келесің деді. Петр: мырза, қазір сізге неліктен еріп бара алмаймын деп сұрады. Сіз үшін жанымды қиюға дайынмын. Иса оған былай деп жауап берді: мен үшін жан қиямын дейсің бе? Саған шындығын айтайын, осы түні әте шақырғанша сен менен 3 рет танасың. Я уверен, что каждый человек, он желает, чтобы в окружении его всегда было понимание, чтобы всегда был мир и покой. Әрбір адамның қалауы оның жанында, айналасында адамдардың түсінушілігі болған, тыныштық болғанын қалайды. Я знаю, что это у каждого человека. Әрбір адам осыны қалайды. Даже вот когда наши дети могут ругаться из-за игрушки, то мы влазим в этот конфликт, чтобы они примирились. Тіпті балаларымыз ойыншыққа бола таласып, ұрысып жатса да барып, оларды арашалап, татулық болса екен дейміз. То есть мы своими действиями вмешиваемся в жизни, чтобы они переживали любовь. Яғни өз іс-әрекеттерімізбен сол сәтке, сол оқиғаға араласып, олардың арасында сүйіспеншілік болса екен дейміз. И если берем чуть больше макроуровень, то в любой семье есть конфликты. Егер макро деңгейде қарайтын болсақ, кез келген отбасында дау-дамай бар. Есть непонимание, есть непрощение. Түсінбеушілік, кешірмеушілік. Есть трудности, чтобы друг другу высказать то, что в сердце накопилось. Бір-бірімізге ойлағанымызды, ойдағымызды айтуға деген қиыншылықтар туындайды. И знаете, мы хоть этого желаем, но часто это не имеем. Шын жүрегімізбен соны қаласақ та, бірақ соған қол жеткізе алмаймыз. И наоборот, конфликты, они растут, и они еще могут становиться еще более ужаснее. Керісінше дау-дамай, жанжал одан сайын үдейе түседі. И знаете, люди пытаются, чтобы было примирение, чтобы было понимание. Тыныштық болса екен, татулық болса екен деп, адамдар жан сала тырысады. И вот мы сегодня, веря в Иса Масиха, мы понимаем и четко знаем, что ответ только в Иса Масихе. Біз Исаға, Құдайға сенуші болғандықтан, біз осының жауабы тек қана Иса Масихте екенін біз білеміз. Потому что на все только один ответ, одно меняет человека, это любовь Божия. Барлығына бір ғана жауап, барлығын кез келген нәрсені өзгертетін бір ғана нәрсе, ол Құдайдың сүйіспеншілігі. И Бог, Он желает, чтобы была любовь между нами. Сондықтан Құдайдың қалауы арамызда сүйіспеншілік болса екен дейді. Я желаю, чтобы мы увидали это сердце Божие. Он хочет, чтобы Его любовь была между нами. Сондықтан осындай Құдайдың үлкен жүрегін көрейікші. Біздің арамызда сүйіспеншілік болғанын қалайды ол. Больше нас желает, чтобы у нас был дома мир, покой, отношения с нашими близкими, друзьями, неважно, в любых отношениях. Кез келген жағдайда біздің отбасыларымызда бізден қарағанда көбірек Құдайдың сүйіспеншілігі, тыныштығы, татулығы, берекесі болсын деп ол қалайды. И Бог, Он говорит, что я желаю, чтобы была любовь между вами. Құдай айтады, араларында сүйіспеншілік болса екен деймін. И знаете, что удивительно? Что эта любовь, она возможно только когда у нас есть отношения с Богом. Бір таңғаларлық нәрсе, бұл сүйіспеншілікке біз Құдаймен қарым-қатынасымыз бар болғанда ғана жете алады екен. То есть ответ на все это взаимоотношения с Богом. Барлығына бір ғана жауап, ол Құдаймен қарым-қатынас. Наш Бог, Он есть любовь. Біздің Құдай ол сүйіспеншілік Құдай. И если мы с Богом, то эта любовь наполняет нас, и она передается в отношения с людьми вокруг нас. Егер біз Құдаймен қарым-қатынаста, тығыз қарым-қатынаста тұратын болса, Құдайдың сүйіспеншілігін біз алып, сол сүйіспеншілікті айналамыздағы адамдарға бере аламыз. И знаете, вот эта способность
иметь эту любовь, она приходит только от Бога. Сүйе алу қабілеті тек қана Құдайдан келеді. И мы читаем вот сегодня вот здесь. Потому узнать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Араларыңда өзара сүйіспеншілік болғанда ғана сендердің менің шәкірттерім екендігін түсінеді. Знаете, Бог желает, чтобы мы являли любовь. Құдайдың қалауы біз оның сүйіспеншілігін айналамызға көрсетсек екен. То есть ясно и понятно, чтобы она была сперва у нас, и потом она выходит из нас, и вокруг она меняет все. Яғни ең алдымен бұл сүйіспеншілікті бермес бұрын алдымен сол сүйіспеншілікті біз өзіміз қабылдауымыз керек, алуымыз керек. Солай біз арқылы басқа айналамыздағы адамдарға, қоғамға бере аламыз, солай біздің қоғамымыз өзгере алады. И не только я счастлив, счастлив те, кому я желаю счастья. Мен ғана бақытты болмаймын, мен бақытты болсын деп тілейтін адамдардың өмірінде бақыт келе Они алады. увидят любовь в моей жизни. Менің өмір, мен арқылы олар Құдайдың сүйіспеншілігін көреді. Но что через это произойдет? Это Божье желание, чтобы они познали Его. Бұл Құдайдың еркі, бұл Құдайдың қалауы. Осы арқылы Құдайды таныса екен. И теперь они сами, лично в своей жизни, не просто наблюдая за чужими жизнями, в своей жизни могут иметь прощение, могут иметь любовь, могут иметь понимание и быть счастливыми. Енді соған қарап, өзге адамдардың өміріне қарамай, енді өз өмірлерінде Құдайдың тыныштығын, Құдайдың сүйіспеншілігін, Құдайдың кешірімін алуға жетеді. И вы знаете, Бог желает, чтобы мы действительно демонстрировали свою любовь. Құдай айтады, сүйіспеншіліктеріңді көрсетіңдер. Не просто, чтобы мы говорили на словах, чтобы она была в нашей жизни. Жай ғана сөзбен емес, іс жүзінде сүйіспеншілікті көрсету керек. И чтобы она выходила из нашей жизни. Осылай біздің өмірімізден ол көріну керек. Знаете, вот за границей я видел много машин, на которых стоит знак «рыбка», и это обозначает то, что хозяин этой машины заявляет: «Я верующий в Иса Масиха». Шетелде мен өте жиі кездестірем, көліктерінің артына сол балықтың бейнесін жабыстырып қояды. Осы арқылы мен анық білем, сол жүргізуші сенуші екен. Яғни осылай өздерінің Исаға сенуші екендерін олар жариялайды. То есть он всем заявляет о том, что смотри, как я вожу. Яғни барлығына менің қалай көлік жүргізетінімді қараңдаршы дейді. Смотри на культуру моего вождения. Яғни мен көлікті қалай жүргізу тәртібіме қарашы дейді. Я заявляю, что мой Бог Иса Масих. Менің Құдайым Иса Масих деп мен анық жариялаймын. Это огромная ответственность, когда я выхожу и говорю: вот, посмотри на меня. Бұл үлкен жауапкершілік, осылай қоғамға шығып маған қара, менің өміріме қара деп айту. И знаете, это есть любовь. Бұл сүйіспеншілік. Это есть любовь. Я заявляю, что ответ на все вопросы – это любовь Божия. Бұл сүйіспеншілік, кез келген сұрақтың жауабы сүйіспеншілік екенін мен жариялаймын. Знаете, когда вот ты заходишь в кафе, я вот был и за границей, и видел, что семья садится, и перед едой они садятся и молятся. Шетелде мен соны жиі кездестіремін, сол кафеда отырған кезде бір отбасы тамақтың алдында бірге бастарын иіп дұға еткен кезде мен анық білем, осы отбасы сенуші отбасы екенін. И знаете, я знаю, что он верующий в Иса Масиха. Ол Иса Масихке сенетінін мен білемін. И он заявляет о своей принадлежности к Иса Масиху. Осылай ол Иса Масихке тән екенін жариялайды. Он демонстрирует ясно всем, что он воздает благодарение за пищу, за свою семью Богу. Ол өзінің осындай іс-әрекетімен айналасындағы адамдарға анық жариялайды: мен Құдайға сенемін. И знаете, это вызывает действительно уважение к этому человеку и благодарность в то же время. Осы арқылы сол адамға деген сый-құрмет көрсетуге және сол адам үшін алғыс білдіргін келеді. Потому что через это видно, что он верующий человек. Себебі осы іс-әрекеттер арқылы оның анық сенуші екендігі Он исполняет көрінеді. Слово Божие, он демонстрирует свою веру в Иса Масиха в этом обществе. Ол Құдайдың сөзін іс-әрекет іс жүзінде көрсетеді. И Бог сегодня говорит нам, чтобы мы заявляли о своей любви. Сондықтан Құдай бүгін айтады: сүйіспеншіліктеріңді басқа адамдарға паш етіңдер, көрсетіңдер. И через что мир узнает, что мы действительно верим в Иса Масиха? Қалайша осы әлем біздің Исаның шәкірті екенімізді көре алады? Только через одно, через любовь между собой. Бір нәрсе арқылы ғана, арамызда сүйіспеншілік болса. И знаете, что интересно, что
Иисус сегодня, говоря о любви, Он это демонстрирует через двоих людей, через Иуду Искариота и через Петра. Бір қызығы сүйіспеншілік туралы айту барысында Құдай Яхуда арқылы және Петр арқылы осыны бізге суреттейді. И эти два человека в сегодняшнем отрывке – это самые ужасные поступки в их жизни. Осы екі кейіпкердің өмірінде болған ең жаман іс-әрекеттер. И вот через них Бог хочет говорить нам о любви своей. Дәл осы іс-әрекеттер арқылы, осы екеуі арқылы өзінің сүйіспеншілігін бізге көрсеткісі келеді. Когда Иса Масих умер и воскрес, то Он вознесся на небо. Иса Масих өліп қайта тірілген кезде ол көкке көтерілді. И на верующих сошел Дух Святой. Сол кезде сенушілерге, бүкіл сенушілерге киелі рух қонды. И тогда их жизнь полностью изменилась. Сол кезде бір сәтте бүкіл сенушілердің С өмірлері этого өзгерді. момента они начинают жить с Богом. Дәл сол сәттен бастап олар Құдаймен бірге өмір сүре Бог с бастайды. ними вместе, и Его желание, чтобы мир познал Его как Бога любви. Енді Құдай олармен бірге және олар арқылы бүкіл әлем Құдай ол сүйіспеншіліктің Құдайы екенін көрсе екен дейді. И как Он это проявляется через отношения наши, Ол через любовь. қалай көрінеді? Ол арамыздағы өзара сүйіспеншілігіміз арқылы көрінеді. В Деяниях во 2 главе 44-47 стихе написано о первых верующих. Елшілердің 2 тарау 44-47 аяттарында ең алғашқы сенушілер туралы жазылған. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых қауымы. Мәсіхке сенушілердің барлығы бір тұтас қауым болып, заттарын ортақ ұстады. Еліктеріндегі жер, танаптары мен дүние мүліктерін сатып, содан түскен қаржыдан әркімге керегінше беріп отырды. Олар күн сайын ғибадатханада ниеттес көңілмен бірге болды. Сонымен қатар өз үйлерінде де бас қосып, нан үзу рәсімін жасап, ақпейілмен қуана бірге тамақ ішіп отырды. Әрі Құдайды мадақтап дәріптеді. Бүкіл халық оларды ұнатты, ал иеміз күн сайын тағы басқа адамдарды құтқарып қауымына қосып отырды. Я прочитал 44 стиха. 44 аяттан бастап оқыдым. Но здесь написано одно, что настолько между ними были отношения в любви, что они готовы ради того, чтобы помочь друг другу, продать свою собственность. Олардың араларындағы сүйіспеншіліктің сондай берік болғаны соншалықты, олар бір-бірлері үшін тіпті өздерінің дүние мүліктерін сатуға дейін дайын болды. И они открывали свои дома, и в домах они встречались со своими. Олар өз үйлерін ашып, үйлерінде де кездесіп И жүрді. знаете, неверующие смотрели на них. Білесіздер ме, сенбеушілер оларды сыртынан бақылап тұрды. И неверующие, они действительно были поражены их отношением друг с другом. Сенбеушілер сырт жақтан қарағанда олардың қарым-қатынасына таң қалды. И это было настолько привлекательно, настолько интересно для них. Оларға сондай өмір сүру өте қызық болып көрінді. И почему мы знаем, что для них это было настолько привлекательно и интересно? Не үшін осындай өмір оларға қызық болды? Потому что они становились верующими в Иса Масиха. Себебі олар Иса Масихке сенуші бола бастады. Знаете, было 120 учеников. 120 шәкірті болды Исаның. Потом он стал 3000. Сонан кейін 300 мыңға Потом он айналды. стал 5000. Сонан кейін 5 мыңға айналды. И қауым увеличивался и увеличивался. Осылай қауым өсе берді. А почему? Неге? Здесь только одна причина. Бір ғана себеп бар. Это любовь в отношениях между ними. Бұл олардың арасындағы өзара сүйіспеншілігі. И знаете, это настолько влияло на этот мир, что вера в Иса Масиха распространилась по всей Римской империи. Бұл бүкіл әлемге әсер еткені соншалықты Иса Масихке деген сенім бүкіл Рим империясына тарады. И, конечно, вначале их обвиняли, их назвали сектантами. Әрине оларды бас кезінде айыптады, оларды сектант деп айтып жүрді. Но они продолжали служить в любви людям, и их отношения между друг другом, они завораживали людей. Бірақ олар бәрібір соған қарамастан олар Исаның сүйіспеншілігімен адамдарға қызмет ете берді.
И, конечно, им приходилось защищать свою веру. Әрине оларға өз сенімдерін қорғау керек болды. Стоять твердо в вере в Иса Масиха под давлением. Их убивали, их действительно кидали львам, но они продолжали верой своей показывать, что они верят в Иса Масиха. Оларға қысымшылық көрсетсе де, арыстанның апанына лақтырса да, олар өз сенімдерінде берік, нық тұрды. Осылай өзара сүйіспеншіліктерін көрсетті. Каким образом это было видно? Қалай біз соны көре алдық? Даже умирая, они благословляли людей. Олар өлімнің аузында тұрса да, олар адамдарға батасын Они бере шли алды. за Иса Масихом, и как Иса Масих, когда был распят, они тоже молились: благослови их, ибо не ведают, что творят. Иса Масихтың соңынан ерген кезде, дәл Иса Масих сияқты өлімнің аузында тұрған кезде де олар, Құдай оларды жарылқап батаңды бере көрші, олар не істеп жатқандарын білмейді деп бата И берді. вопрос не стоял в том, что я имею и не имею. Даже уже в пасти смерти они благословляли, а не проклинали. Бар ма жоқ па оған қарамастан, тіпті өлімнің аузында тұрса да, олар бата беруге дайын болды. Знаете, книга Откровения, она была написана как раз именно в это время. Аян кітабы дәл осы уақытта жазылған. Эта книга написана как ободрение верующим, которые находились вот в этих гонениях. Бұл аян кітабы тіпті осы құдалауда жүрген сенушілерге арналған И вот третью Кітап главу хочу болды. прочитать, 8-9 стих. Аян 3 тарау 8-9 аяттар. «Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Сенің істеріңді білемін, міне мен алдыңнан есікті ашып қойдым, ешкім де оны жаба алмайды. То есть ты сегодня благовествуешь, и никто не закроет, никто не остановит это. Яғни сен бүгін ізгі хабар таратып жатырсың, енді ешкім бұған кедергі бола алмайды. Это Божий путь, и Бог идет впереди тебя. Бұл Құдайдың жолы, Құдай сенің алдыңда келе И то жатыр. служение, которое несешь, оно Божие, и никто из людей не остановит его. Сен атқарып жатқан қызмет ол Құдайдың қызметі, ешкім бұған тосқауыл бола алмайды. Никто эту дверь затворить не сможет. Ешкім бұл есікті жаба алмайды. Никакая ненависть, никакое противостояние. Ешқандай қарсылық, ешқандай жек көрушілік. Ты немного имеешь сил и сохранил слово мое, и не отрекся от меня. Өзіндегі күш азырақ болғанмен сен айтқандарымды сақтап, менен танбадың. Знаешь, у тебя насколько есть сил, ты демонстрируешь веру в меня. Сенде қанша күш болса, сол күшпен сен Құдайдың сүйіспеншілігін Ты не жариялайсың. отрекся от меня, даже если такие давления и гонения на тебе. Осындай қудалау, қысымшылық болса да сен менен бас тартпадың. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Өтірікші әрі шайтанның мәжілісханасы болғандардың кейбіреулерін саған беремін. Расында, оларды аяғыңа бас ұрғызып, өзімнің сені сүйетіндігіме көздерін жеткіздіремін. Знаете, даже если они и не примут, но они признают, что я возлюбил тебя. Олар сендерді қабылдамаса да, дәл сені сүйетін мен екенімді мойындайтын болады. Потому что твоя жизнь, она будет говорить, что среди тебя есть Бог. Себебі сенің өміріңде Құдай бар екені анық көрінетін Даже болады. в гонениях, в трудностях, в давлении будет видно, что ты благословляем. Тіпті қудалауда да, қиыншылықта да, қысымшылықта да сенің өмірің арқылы баталы екенің анық көрінетін болады. И через что это была демонстрация? Осы қандай іс-әрекетпен көрінді? Через отношения между вами. Араларындағы өзара қарым-қатынас Там арқылы. нет злости, там нет презрения, ненависти и непрощения. Ол жерде жек көрушілік, зұлымдық, немқұрайлық, кешірмеушілік жоқ. И они показывали друг другу здоровые отношения. Осылар дені сау, дұрыс қарым-қатынасты көрсете алды. Мы хотим, чтобы наши близкие поверили. Біздің жақындарымыздың құтқарылғанын Мы қалаймыз. хотим, чтобы наши друзья пришли к Богу. Достарымыздың Құдайға келсе екен деп Мы ойлаймыз. хотим, чтобы их семьи были благословены, дети были благословены. Олардың отбасылары, бала-шағалары баталы болса екен дейміз. Но через что? Как? Каким Бірақ образом? қалайша, қандай іс-әрекет арқылы? Куда нужно сегодня направить усилия? Бар күшімізді қай бағытқа жұмсауымыз керек? И сегодня Бог говорит, направьте эти усилия на отношения между собою. Құдай айтады, олай болса бар күштеріңді, бар ынталарыңды өзара қарым-қатынасқа жіберіңдер дейді. Наша культура, она подразумевает
подразумевает совсем другое. Біздің мәдениетіміз мүлдем өзгеше. Мы с детства привыкли, что у нас дома в шифонере лежит кулек конфет, но не для нас, а для кого-то. Біз бала кезімізден білеміз, шифонердің түбінде бір пакетте кәмпиттер жатады, бірақ ол кәмпит біз үшін емес, ол басқа адамдар, қонақтар үшін. Мы для других все, а между собой ничего. Басқаларға бәрін беруге дайынбыз, ал өзімізге еш нәрсе. Но Бог говорит, чтобы отношения были между вами и из вас, пусть они потекут в этот мир. Бірақ Құдай айтады, ең алдымен өздеріңнің араларында сүйіспеншілік болсын, одан кейін басқа адамдарға төгіледі. Знаете, как прекрасно, когда новый человек приходит в домашку. Үй қауымға жаңа адам келгені керемет. И он видит домашку, и, знаете, он прилепляется к этой домашке. Ол үй қауымды көреді де, сол үй қауымға жабысып, жақын болып кетеді. Потом он ходит на возрожденную жизнь. Сонан кейін тірілген өмір курсына қатысады. И потом в один день он встает вот здесь перед Каумом со всей своей домашкой и говорит, вот из-за этой домашки, из-за их любви, из-за их служения я сегодня верю в Иса Масиха. Сонан кейін олар бүкіл қауымның алдында тұрып, міне мына адамдар арқылы, осы мына менің отбасым арқылы, олар арқылы көрген сүйіспеншілігіме бола, мен қазір Исаны қабылдап, оның артынан еремін дейді. Их любовь, она коснулась меня. Олардың сүйіспеншілігін көрдім. И она перевернула мою жизнь. Олардың маған көрсеткен сүйіспеншіліктері менің өмірімді түбегейлі Я им өзгертті. так благодарен за их служение мне. Олардың маған көрсеткен қызметтеріне соншалықты ризамын. И сегодня я заявляю в этот мир, что я верю в Иса Масиха. Сондықтан бүгін мен бүкіл әлемге жариялаймын, мен Исаға сенемін. Это действительно радость. Человек, он действительно обрел Бога и живет с Ним, он счастлив. Бұл шынымен де қуанышты жағдай, себебі адам Құдаймен татуласып, онымен кездесіп, онымен бақытты өмір сүруде. Знаете, когда мы проводим наши домашки, мы демонстрируем нашу веру в Иса Масиха. Біз үй қауымдарымызды өткізген кезде Исаға деген сенімдерімізді, сүйіспеншіліктерімізді көрсететін орын. Поэтому пусть домашка всегда будет. Сондықтан үй қауым әрдайым болсын. Знаете, когда вы проводите домашку в своих домах, это демонстрация вашей принадлежности к Иса Масиху. Үйлеріңізде үй қауым өткізген кезде сіздер Иса Масихке тән екендеріңізді жариялайсыздар. Люди, когда приходят на вашу домашку, они переживают то, что в этом мире не переживают. Сіздердің үйлеріңізге, үй қауымға адамдар келген кезде, осы әлемде көрмеген сүйіспеншіліктерді сіздер арқылы сезеді. Но через что это происходит? Бірақ қалай? Не арқылы? Знаете, ни один человек, который поверил в Иса Масиха, не сказал, что я увидел человека, который очень хорошо знает Библию, и из-за этого я поверил. Иса Масихке сенген бірде-бір адам, міне осы адамның Құдайдың сөзін өте жақсы білгендіктен, мен Исаға сендім деп, ешкім осындай куәлік айтқан естіген жоқпын. Знаете, они говорят так. Олар былай дейді. Я увидел, как они справляются со своими грехами. Мен олардың күнәмен қалай күресіп жатқанын көрдім. В нашей домашке я услышал такое свидетельство. Біздің қауымда мындай куәлік естідім. Вы, оказывается, нормальные, вы тоже грешите. Сіздер де нормаль екенсіздер ғой, сіздер де күнә жасайды екенсіздер ғой дегенді. Но я удивляюсь, что вы все силы прилагаете, чтобы с этим справиться. Бірақ менің таңғалатын сонымен күресуге жан салып бар тырысасыздар. Сол таңғалдырады. Они говорят, я рад, что я пришел вот сюда, и меня выслушали до конца. Мен осы жерге келгеніме қуаныштымын. Және мені соңына дейін мені тыңдағандарына мен ризамын. И я настолько был удивлен, что меня никто не осудил. Мен таңғалғаным ешбір адам мені айыптаған жоқ. В моих трудностях вы были со мною. Менің қиыншылықтарымда менімен бірге болдыңыздар. Я так просто был удивлен, что я со стороны, а вы как родного меня приняли. Я чувствую себя своим среди вас. Мен бөтен болсам да, мені өздерің араларыңа жақын, жылы қабылдадыңдар. Вот это все называется любовь. Осының бәрін біз сүйіспеншілік дейміз. Все вот эти действия, которые сейчас мы сказали, это называется любовь. Осы іс-әрекеттердің барлығын біз бір сөзбен сүйіспеншілік деп айтамыз. И человек приходит в домашку, он приходит на возрожденную жизнь, потом он проходит церемонию объятий, и он исповедует свою веру, он демонстрирует свою веру. Адам ол үй қауымға келеді, содан кейін ол тірілген өмір курсына қатысып, осы жерде бүкіл қауымның алдында құшақтасу рәсімін өту арқылы ол бүкіл өмірі, бүкіл жан өмірін Құдайға арнағанын жариялайды. И знаете, любовь Божия, она нужна каждому из нас. Құдайдың сүйіспеншілік
әрқайсымызға керек. Она, во-первых, нужна нам самим. Ең алдымен, ең бірінші біздің өзімізге қажет. Она нужна каждому человеку. Но, во-первых, она нужна тебе. Ол әрбір адамға керек Құдайдың сүйіспеншілігі. Бірақ ең алдымен ол саған керек. И вот именно вот в этих отношениях мы учимся. Она действительно искрится, через которые действия мы делаем. Из-за того, что мы притираемся, вот эту любовь делаем, она начинает быть видной. Сондықтан біздің арамыздағы әртүрлі жағдайлар арқылы, әртүрлі қарым-қатынастар арқылы, түсінбеушілік арқылы біздің сүйіспеншілігіміз жақсара түседі, нығая түседі, осылай ол анық көріне И бастайды. мы смело заявляем о том, что я верю в Иса Масиха. Осылай біз батылдықпен мен Исаға сенушімін деп анық жариялай аламыз. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Араларында өзара менің шәкірттерім екендіктерін елдің бәрі өзара сүйіспеншіліктерінен білетін болады. И знаете, как же вот эту любовь показывать друг другу? Как оно должно быть? Вот здесь Иса Масих говорит. Олай болса, осы Иса Масих айтып тұрғандай, осы сүйіспеншілікті бір-бірімізге қалай көрсете аламыз? Вот именно через Иса Масиха любовь, которую мы получаем, она через наши отношения показывается миру, и люди видят уже Иса Масиха. Иса Масихтен қабылдаған, Иса Масихтен алған, өзіміз алған сүйіспеншілікті өзара көрсету арқылы басқа адамдар соны көре алады. Дәл Исаның сүйіспеншілігін көре алады. Бог хочет, чтобы мы настолько любили друг друга, чтобы через наши отношения был виден кто? Иса Масих. Құдай біздің арамызда сүйіспеншілік болған соншалықты қатты қалайды, себебі осы сүйіспеншілік арқылы дәл Иса Масихтың өзі көріну үшін. Что же видно через эти отношения? Осы қарым-қатынас арқылы нені көреміз? Видно, насколько Иса Масих возлюбил нас. Иса Масихтың бізді қаншалықты сүйгені көрінеді. Мы все знаем, что Иса Масих умер за нас на кресте. Біз барлығымыз білеміз, Иса Масих мен үшін айқыш ағашта өлді. 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. 1 Жохан 4 тарау 10 аят. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бұл сүйіспеншіліктің мәнісі мынада: Құдайды сүйген біз емес, қайта ол бізді сүйгендіктен құрбандығы арқылы күнәмізді құнын өтеу үшін өзінің рухани ұлын жіберді. Знаете, от Иса Масиха идет любовь к нам. Сүйіспеншілік бізге Иса Масихтен келеді. И вот в этой любви ясно и четко видна жертва. Осы сүйіспеншілікте анық біз құрбандықты көреміз. И я, видя жертву, насколько это ценность, я признаю, что эта любовь, я принимаю эту любовь. Осы құрбандыққа қарап, осы сүйіспеншіліктің қаншалықты құнды екенін көріп, мен осы сүйіспеншілікті қабылдаймын дей аламыз. И вот это слово сегодня к нам. Осы сөз бүгін біздерге айтылып Чтобы жатқан любовь, сөз. она выходила от нас. Осы сүйіспеншілік біз арқылы басқаларға көрінсін. Но как же через нее будет виден Иса Масих? Олай болса, осы сүйіспеншілік арқылы қалайша Иса Масих көріне алады? Вот в этих отношениях любви должна быть жертва. Осы сүйіспеншілікке толы ара қатынас арқылы сол жерде құрбандық болу керек. И вот Иса Масих хочет через сегодня два примера, Петра и Иуды Искариота, говорить о своей любви. Бүгін екі кейіпкер, Яхуда және Петр арқылы өзінің сүйіспеншілігі туралы айтқысы келеді. Знаете, насколько ужасны их были поступки. Олардың іс-әрекеттері соншалықты жаман болды. Это вот это дно человеческого греховности. Бұл адамзаттың күнәһарлығының ең төменгі деңгейі. Но на примере их он хочет показать, насколько он любит нас. Бірақ дәл оларды үлгі ретінде алып, оның бізге деген сүйіспеншілігі қаншама зор екенін көрсетеді. И об этом говоря, любите друг друга, он хочет показать, какая любовь должна быть между нами. Ол бір-біріңді сүйіңдер дегенде біздің арамызда қандай сүйіспеншілік болғанын көрсетеді. Болу керектігін көрсетеді. Сейчас ученики здесь собрались, чтобы проводить вечерю, да? Осы жерде шәкірттері нан үзу рәсімін жасау үшін жиналып отыр. Это, вы знаете, что у евреев день начинается с вечера. Еврейлерде күн кештен басталады. Это вечер, четверг сейчас. Бұл бейсенбінің кеші.
завтра Иса Масих, он будет распят. ертең жұма күні Иса Масих айқышта өледі. И мы читаем в 21 стихе: «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Осы сөздерден кейін Иса іштей қатты толқып, салмақтап, сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Араларындағы біреу маған опасыздық жасайды деді. Знаете, до этого момента Иса Масих говорил, что он умрет на кресте. Осығанға дейін Иса Масих айтқан болатын, ағашта өлетінін. Но вот сейчас он впервые он говорит, что это будет один из вас, кто предаст меня. Бірақ дәл осы жерде ол алғаш рет маған опасыздық жасайтын адам араларында деп айтады. Я хочу, чтобы вы почувствовали эту атмосферу, в которой сейчас оказались ученики. Осы шәкірттері отырған атмосфераны сезінсеңіздер екен. Это говорит Иисус, который никогда слов своих просто так не говорит. Өз сөздерін бекер айтпайтын, бекер сөздер шаша бермейтін Иса Масихтың айтып жатқан осы сөздері. Они слышат от него, что один из них предаст его сейчас. Араларындағы біреу қазір Исаға опасыздық жасайтынын естіп тұр. И знаете, они были в шоке. Білесіздер ме, олар аң-таң болды. И я верю в то, что в это время у них внутри такое было, что они проверяли себя, каждый. Олардың іштерінде сондай бір нәрсе буырқанып, әрқайсысы өзі туралы ойлаған болар. Здесь написано: тогда ученики озирались друг на друга и недоумевая, о ком он говорит. Шәкірттер Исаның кімді айтып тұрғанын ұқпай, бір-біріне аң-таң болып қарасты. Они были в шоке. Олар аң-таң болды. Но знаете, в результате анализа своего сердца каждый из них пришел к такому выводу, что это могу быть я. Өз жүректерін сараптап келген кезде әрқайсысы осы адам мен болу мүмкін деген қорытынды жасайды. В Евангелии от Матфея, 26 главе, в 21-22 стихе написано. Матай жазған ізгі хабарда былай деп жазылған. Иса Масих, он им говорит: истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня. И они весьма опечалились и начали говорить ему: каждый из них, не я ли это, Господи? Сендерге шындығын айтайын, араларындағы біреу маған опасыздық жасайды деді. Олар еңселері түсіп, қатты абыржып, бірінен соң бірі: мырза, сол адам мен емес бекемін деп сұрайды. То есть каждый из них допускал, что это может быть он. Яғни әрқайсысы олар ойлады, мүмкін мен болу мүмкін. И вот такая вот трапеза, а Мне вокруг осы- такая тишина мертвая. Дастархан басында отыр, тым-тырыс. Каждый глубоко смотрит в свое сердце. Әрқайсы өз жүрегін сараптап отыр. И здесь мы читаем в нашем отрывке, в 23 стихе: Осы жерде один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. 23 аятта Исаның жақсы көретін шәкірті дастархан басында оның қасында жантайып жатушы. Кто этот ученик? Бұл кім? Ол қай шәкірт екен? Все богословы, они сходятся в том, что это Иоанн. Кел кітап зерттеушілердің барлығы бұл Жохан дейді. Это автор этого послания. Осы хаттың авторы. Вообще у Иисуса было 12 учеников. Исаның 12 шәкірті болған. Но трое из них, Петр, Иоанн и Яков, они больше других были вместе с Исаом. Бірақ үшеуі Петр, Жохан, Жақып Исаның қасында, жанында жүрген адамдар И болды. знаете, во всех Евангелиях, Матвея, Марка, Луке, очень много говорится, и эти имена чаще других встречаются. Петр, Иоанн и Яков. Матай жазған хабар, Марқада әрқайсында осы Петр, Жохан, Жақып әрдайым бірге жүргені жазылған. Но в Евангелии от Иоанна вы не встретите имя Иоанн. Бірақ Жохан жазған хабарда Жохан деген есімді естімейсіздер. И здесь, когда он об этом говорит, он здесь пишет: ученик, которого Иисус любил больше, чем других. Осы жерде жазылған басқалардан да жақсырақ көретін шәкірті деп жазылған. И это не хвастовство, нет. Бұл мақтану емес. Здесь он говорит о Боге, которого принимает славу, всю славу. Бүкіл даңқты, бүкіл ұлылықты қабылдайтын Құдай туралы айтады. И он не называет своего имени, чтобы какой-то акцент славы ушел на него. Ол өзінің есімін жазбау себебі осы бар ұлылық тек қана Құдайға ғана бағытталса екен деп өзін жазбаған. Что он такого меня, грешника, спас, и я был среди него, и я был тем человеком, который получал его любовь. Мен
араларында жүрген маған, оның сүйіспеншілігін, оның мейірімін, оның рақымын қабылдаған мен осы лайықты емеспін деп. Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал в груди Иисуса. Исаның жақсы көретін бір шәкірті дастархан басында онымен бірге жантайды. Здесь написано, что он возлежал на груди Иисуса. Осы жерде Исаның жанында, Исаның кеудесінде жантайып жатты деп жазылған. Сегодня в мире у многих неправильное представление о том, что происходило вот в этот вечер, вот в этой вечере. Осы әлемде көптеген адамдар сол осы бүгінгі кешкі астың қандай екені туралы бұрмаланған бейне. Насколько это общение было близким, насколько глубоко раскрывались сердца вот в этой атмосфере, люди не понимают. Бұлар осы отырыс соншалықты жақын, соншалықты жылы, олар бір-біріне соншалықты ашылып жатқаны адамдар байқамады. Насколько глубоко вот в этих отношениях они переживали любовь, люди не понимают. Олардың арасындағы қарым-қатынаста сондай сүйіспеншіліктің тереңдігі болған басқа адамдар түсінбейді. Потому что у них есть представление об этой вечере через картину Леонардо да Винчи. Себебі бүкіл әлемде осы кешкі ас Леонардо да Винчидің сурет арқылы ғана көреді. Я думаю, вы все ее видали. Барлықтарыңызға таныс қой. Знаете, вот в этой картине столько неточностей. Осы сурет соншалықты бұрмаланған. Знаете, за таким столом в то время сидели только цари. Мұнандай дастарханның алдында тек қана патшалар ғана отыратын. И с одной стороны только цари сидели вообще за столом. Сол дастарханның үстелдің бір жағында ғана тек қана патшалар отыратын. Здесь показано, да, вот что у них такие волосы светлые, русые. У евреев волосы как у нас. Осы жерде суретте барлығының шаштары сап-сары, бірақ еврейлердің шашы біздікі сияқты қара торы. Мы понимаем, что художник Леонардо да Винчи, он жил в эпоху Возрождения, и в то время было такое понимание, вот именно такое. А возможно, он специально так показал, показывая их авторитет как царей. Осы жерде Леонардо да Винчи осы суретті салған кезде, мүмкін дәл ол әдейі осылай салған шығар, өздерінің беделдерін көрсету үшін, патша ретінде. И здесь он показывает с одной стороны 6, с другой стороны 6 учеников сидят. Иса Масих ортада, оң жағында 6 шәкірті, сол жағында 6 шәкірті ретінде көрсетеді. Но обстановка там была совершенно другая. Бірақ нақты сол кезде басқаша болды. Сол отырыс мүлдем басқаша болды. Библия говорит, что они возлежали на груди у друг друга. Киелі кітапта жазылған, олар жерде жантайып отырды деп. Это настолько близко, настолько вместе. Яғни сонша бірлікте, біртұтас, И когда Иса Масих говорит, что один предаст из вас, вот в этой обстановке, когда они вокруг сидели, это было настолько глубоко, этот вопрос, он просто стоял между ними, и каждый внутри переживал это слово. Осындай жақын қарым-қатынаста, өте жылы қарым-қатынаста, Иса енді араларында біреу маған опасыздық жасайды дегенде, барлығы аң-таң болып ойлана бастады. Это не такая обстановка на одном столе, вон там на одном краю один разговаривает, а ты на этом краю совсем о другом разговаривает. Яғни бір дастарханда отыр, біреу столдың ана шетінде, біреу мына шетінде бір-бірін мүлдем не туралы сөйлесіп жатқанын білмейтіндей жағдай емес. Знаете, когда я приходил к Иса Масиху, я прочитал вот эти слова. Мен Иса Масихке келген кезде осы сөздерді оқыдым. И вот именно из этих слов я понял, что вот эта книга, Библия, это не западная идеология. Осы жерде осы киелі кітап сол батыстың идеологиясы емес екенін түсіндім. Я понял, что это азиатская книга. Бұл шығыс азиаттық кітап екенін мен түсіндім. Почему? Неге? Потому что я увидел, что они кушают лежа. Себебі осы жерде олар жантайып, жатып, тамақ ішті. Казахи лучше всех понимают лежа. Қазақтар барлығын сол жантайып жақсы түсінеді. У нас каждое слово через жатыр. Кез келген сөз бізде жатыр деп. Келе жатыр, күтіп жатыр, жеватыр. Все через жатыр, короче. Все через лежа. Жатыр. Барлығын жатып істейміз. Мы вот это вот понимаем, потому что это есть в нашей культуре. Бұны біз жақсы түсінеміз, себебі бұл мәдениетімізде бар бұл. И в то время точно так же, как и мы, если вот людей много на полу
делали дастархан. Дәл біздікі сияқты, иә, сол бұрынғы заманда адамдар көп болса, сол жерге жаятын Евреи прям дастарханды. раскладывали шерсть и прям сверх нее ложили продукты. Еврейлер да сол аңның терісін жерге жайып, сол жерге дастархан жайып жіберетін. Они использовали вот такие, как у нас, вот эти низкие столы. Олар дәл біз сияқты жер үстелдер қолданатын. И вокруг они лежали. Сол үстелдің айналасында жантайып отырды. И вот эту картину, которую вот сейчас здесь показывает Иоанн, мы можем понять еще глубже. Сондықтан Жохан осы жерде суреттетін бейнені біз анық түсіне аламыз, терең түсіне аламыз. Они лежат, опираются каждый на левую руку и правой рукой кушают. Олар осылай сол қолына сүйеніп, жантайып, оң қолымен тамақ жеп отырды. Я думаю, каждый почувствовал, да, что чуть локоть болит, и здесь подушка должна появиться. Да? Иә, мына шынтағымыз ауырады ғой, сондықтан Да-да-да. жастық қою керек. Барлығымыз соны түсіндік. И получается, что вот Иисус лежит, Енді Иса жатыр. и у него на груди чья-то голова. Иса жатыр, және оның кеудесінде біреудің басы жатыр. И здесь написано, что это Иоанна голова. Осы жерде жазылған Жохан деген шәкіртінің басы. И получается, что Иоанн, он лежит с правой от него стороны. Яғни Жохан Исаның оң жағында жантайып жатты. Но здесь написана одна вещь, что когда Петр, он показывает, маякует, да, это Иоанну, спроси-ка у Иисуса, кто это, кто предаст. Осындай ортада Петр ана жақтан Жоханға ымдап, сұрашы, кім екен сатып жүретін, кім опасыздық жасайтын, сұрашы деп. И вот здесь написано, что он припав к груди, потому что он еще больше должен на него припасть, чтобы ему сказать. Яғни оның кеудесіне одан бетер жатты деп жазылған, яғни бір нәрсе сұрау үшін ол оған жақындау керек еді. И Иса Масих ему отвечает. Сонда Иса Масих оған жауап береді. Он говорит, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искариоту. Мен нан үзімді кімге беремін, сол адам маған опасыздық жасайды деді. И я могу вам точно сказать, что Иуда лежал слева от Иисуса. Мен анық айта аламын, Яхуда бәлкім сол жағында отыруы мүмкін. Потому что здесь ясно и четко написано, что он подал ему. Яғни осы жерде үзім нанды оған берді деп жазылған. Я думаю, мы все по культуре знаем, что подать, чтобы подать, этот человек, если далеко будет, там не будет такого действия, чтобы никто ничего не понял, что здесь произошло. Яғни берген кезде, егер сол адам алыста отырса, не болып жатқан басқалар бірден түсінеді ғой. Сондықтан меніңше ол сол жағында отырды. Но вот здесь само сердце Иисуса. Осы жерде біз Исаның жүрегін көреміз. Иса Масих знает, кто его предаст. Иса Масих ол біледі, кім опасыздық И с самого жасайды. начала он знал этого человека. Ең басынан бастап ол адамды білді. Но этот человек, как и все другие ученики, получал от него любовь одинаково. Бірақ дәл сол адамда басқалармен бірдей оның сүйіспеншілігін алып отырды. И не просто получал, он был настолько близок к нему, Жай ғана оның сүйіспеншілігін қабылдаған жоқ, ол өте жақын болды. что он лежал рядом с ним, Ол Исаның жанында жатты. чья голова лежала на груди Иуды Искариота. Иуда Искариоттың кеудесінде кімнің басы жақын болды? Иисуса. Исаның. Настолько он был близок, Ол соншалықты жақын болды Исаға. настолько он дарил любовь. Ол соншалықты Яхудаға сүйіспеншілігін көрсетті. И вот сейчас мы говорим о любви, которую Иса Масих хочет, чтобы она была между нами. Осы жерде Иса Масихтың біздің арамызда болу керек сүйіспеншілік туралы айтып жатыр. Вот здесь вся глубина той любви, которую Иса Масих хочет, чтобы была между нами. Біздің арамызда болу керек сүйіспеншіліктің тереңдігі осы жерде Знаете, бейнеленеді. мы хотим всегда, чтобы конфликты решались, чтобы прощение было, чтобы все было хорошо и мирно. Біз әрдайым қалаймыз, осы дау-дамай шешілсе екен, адамдар бір-бірін кешірсе екен, тыныштық, бейбітшілік болса екен деп қалаймыз. Но мы, когда делаем свои действия, мы делаем так, как мы считаем, и мы думаем, что через мои действия этот человек должен почувствовать любовь. Бірақ біз әртүрлі іс-әрекеттер жасаймыз да, дәл мен жасаған іс-әрекеттер арқылы сол адам мен сүйіспеншілігімді көру керек деп ойлаймыз. Но тот человек думает иначе. Бірақ ол адам мүлдем басқаша ойлайды. Он совершенно не чувствует через твое представление и твои действия любовь. Сен көрсетіп жатырмын деп ойлаған сүйіспеншілік, ол үшін сүйіспеншілік емес. Ол сол арқылы сүйіспеншілікті көре алмайды. И вот Иса Масих, он хочет, чтобы его любовь была между нами.
Сондықтан Иса Масих айтады, Иса Масихтың сүйіспеншілігі арамызда болса екен. Какая это любовь? Ол қандай сүйіспеншілік? Даже если меня предадут, я буду его любить. Мені сатып кетсе де, мен оны сүйемін. Даже если он будет колоть меня, я буду любить его. Ол маған опасыздық жасап, мені пышақпен шаншыса да, мен оны сүйемін. Даже если он отдаст меня на крест. Ол мені айқышқа дейін апарса да, мен оны сүйемін. Даже если он меня подведет к смерти. Ол мені өлімге дейін апарса да, мен оны сүйемін. Я буду любить его. Мен оны сүйетін боламын. В наших же отношениях часто бывает, что даже близкие люди, даже в отношениях с близкими людьми, мы можем взять такую паузу и объявить бойкот. Тіпті біздің ең жақындарымызбен де кейде біз бас тартып, уақыт аламыз. Онымен қарым-қатынас жасамауға, араласпауға. Мы когда видим, что люди относятся не так, как мы хотим к нам, когда мы чувствуем колкость от человека, и тем более, если еще глубже мы пойдем, острые какие-то, возможно, слова унижения или слова, которые оскорбляют нас, мы вообще не хотим иметь общение, мы избегаем этого общения. Егер жанымыздағы адамдар біз ойлағандай қарым-қатынас көрсетпесе, тіпті керісінше тіпті қиянат жасап, қиындық жасап, өздерінің өткір үшкір сөздерімен бізге қиындық әкелген кезде, біз мүлдем олардан алыстап, олармен қарым-қатынасы жасағымыз келмейді. И там вообще нет разговора, чтобы еще ему служить и делать этому человеку добро. Бұндай жағдайда тіпті сүйіспеншілік көрсетпес бұрын тіпті оған жақсылық та жасап, онымен қарым-қатынас жасағымыз келмейді. Мы закрываемся от этих Біз людей. мүлдем жабылып, сол адамдардан алыстаймыз. Мы боимся еще раз, что этот человек меня ранит, и мне от него будет еще хуже. Осы адам маған тағы да жара әкеледі, тағы да маған қиянат көрсетеді екен деп, біз одан алыстаймыз. И мы не идем дальше в отношения, которые сейчас Иса Масих хочет от нас. Қазір Иса Масих айтып тұрған осы сүйіспеншіліктегі қарым-қатынас жасағымыз келмейді. В отношениях, которые говорят, чтобы через них была видна моя любовь к тебе. Менің сүйіспеншілігім, Иса Масихтың сүйіспеншілігі көріне алатын қарым-қатынас. Он предаст тебя. Ол саған опасыздық жасайды. Он отвернется от тебя. Ол сенен бас Он тартады. оставит тебя. Ол сені тастап Он кетеді. причинит тебе боль и раны Ол саған принесет. қиыншылық әкеліп, қиянат көрсетеді. От общения с ним только будет неудобство. Онымен қарым-қатынас арқылы саған қиын болады. Как часто мы слышим вот такие вот вещи, Көп жағдайда осындай сөздерді естиміз. которые являются препятствием, чтобы рождать отношения, которые хочет Бог. Құдай қалайтын сондай қарым-қатынасты тудыру үшін осы нәрселердің барлығы кедергі болады. А почему это происходит? Неге солай? Знаете, это происходит потому, что мы закрыли свое сердце от того, чтобы слышать Иса Масиха. Себебі біз Иса Масихты есту үшін жүрегімізді жауып тастадық. От того, что мы перестали принимать любовь Иса Масиха. Біз Иса Масихтың сүйіспеншілігін қабылдамағандықтан осындай жағдайға тап Потому что мы боламыз. перестали принимать и понимать, насколько глубока любовь Божия ко мне. Құдайдың сүйіспеншілігі, маған деген сүйіспеншілігі соншалықты зор екенін қабылдамаған кезде осындай жағдайға. Когда закрываются отношения с Иса Масихом, то автоматически закрываются отношения с человеком. Иса Масихпен қарым-қатынасымыз жабылған кезде автоматты түрде басқалармен де қарым-қатынасымыз жабық Хоть у болады. нас у каждого остается желание настоящих отношений в мире, чтобы было прощение, чтобы не было ненависти, но мы не способны на это. Барлығымызда арамызда татулық болса екен, береке, ынтымақтастық, тыныштық болса екен, кешірім болса екен деп қалаймыз, бірақ Исамен қарым-қатынас болмаса, бұл мүмкін емес. Но когда мы имеем отношения с Богом, Бірақ Құдаймен қарым-қатынас бар кезде,
они обязательно отражаются в отношениях между нами. олар міндетті түрде біздің арамыздағы қарым-қатынастан көрінеді. И вот здесь мы прилагаем усилия, чтобы они были еще глубже. Осы қарым-қатынастар одан да терең болу үшін біз тырысамыз. Я думаю, на домашках мы часто слышим вот такие слова. Үй қауымдарда біз жиі мынандай сөздерді де естеміз. Я вам расскажу то, что я никому не рассказывал. Мен ешкімге айтпаған нәрселерді сендерге айтамын. Знаете, у этих слов есть огромный вес. Осы сөздер өте салмақты. За этими словами есть огромный труд. Осы сөздердің артында үлкен еңбек бар екенін Потому көреміз. что этот человек жил и держал там свой грех, свой страх, свои слабости, свои недостатки, свои поступки гнилые. Но когда он попал в домашку, когда он переживал их служение, он наполнялся любовью, и он посчитал, что эти люди заслуживают его доверия. Себебі сол адам өзінің сол күнәларын, қиыншылықтарын, сондай жаман іс-әрекеттерін жасырып келді өмір бойы. Бірақ енді ол сүйіспеншілікке толы орта үй қауымға келген кезде сол мен бар күнәларымды ашуға лайықты осы адамдар, лайықты деп ашуға дайын болады. Потому люди узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Араларында сүйіспеншілік болса ғана менің шәкіртім И этот человек, екендіктерін он көрінеді. открывает свое сердце. Осылай, осы адам өз жүрегін ашады үй қауымда. Он удостоверился, что его любят. Ол өзін сүйетініне ол сенді. И он открывает Көзі глубины жетті. своего сердца. Олардың сүйіспеншілігіне көзі жеткендіктен оның терең жүрегінің терең түкпірінде жатқан нәрселерді ашуға дайын болады. Знаете, когда у нас идут свидетельства вот здесь, люди прошли курс «Жизнь в истине», они прошли курс с детьми, глубокую молитву, и они говорят: я исцелился. Осы жерде адамдар сол шындықтағы өмір, балалармен қарым-қатынас, терең дұғадағы өмір курстарын бітіріп, осы жерге куәлік айтқан кезде адамдардың айтатындары: менің жүрегім емделді, мен Я емделдім, освободился от страха. мен қорқыныштан азат болдым, Я смог простить. мен кешіре алдым, Я получил свободу. мен бостандық алдым. Почему такое происходит? Неге осылай болады? Да потому что он получил служение. Себебі оған басқа адамдар қызмет етті. Знаете, он дошел до этого уровня, когда он посчитал этих людей своими, близкими, поделился, открыл, вытащил, а его выслушали до конца и из-за него молились. Осы адамдар менің айтқандарымды, менің жараларымды, менің құпияларымды естуге лайықты адамдар болғандықтан ол жүрегін аша алды. Ал сол адамдар оған қызмет етіп, оны соңына дейін тыңдап қызмет етті. Осы арқылы ол осындай куәлік айта алатын И болды. знаете, получая эту любовь, Осы сүйіспеншілікті қабылдағанда человек, наполняясь, он принимает решение идти решать свои отношения с людьми, налаживать их. осы сүйіспеншілікті қабылдап, сол сүйіспеншілікке толған кезде ол енді басқа адамдармен сол бұзылған қарым-қатынастарды жөндеуге күш салады. Посему люди узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Менің шәкірттерім екендіктерін араларындағы сүйіспеншілік болса білінеді. Знаете, вот есть люди, которые не приходят в хаул. Қауымға келмей жүрген адамдар бар. Я могу сразу сказать, отношения с Богом проблема. Олардың, мен бірден айта аламын, оларда Құдаймен қарым-қатынасы нашар. Но у них всегда виноваты люди. Бірақ олар әрдайым басқа адамдарды айыптайды. Всегда виноваты люди. Әрқашан біреу, басқа біреу кінәлі. Но он не понимает, что у него нет самого любви. Бірақ ол өзі түсінбейді, өзінде сүйіспеншілік жоқ екен. Из-за того, что у него нет любви, он превратился в младенца, который вот за эту игрушку дерется. Ода сүйіспеншілік болмағандықтан мынау кішкентай бала ойыншыққа таласып жатқан бала іспетті. За любовь, за внимание он дерется в этой форме своей, что он просто как ребенок кричит. Сүйіспеншілік үшін, көңіл үшін, қарым-қатынас үшін сол бала сияқты айқайлап соған күреседі. Дети, ладно, пусть они дерутся за эту игрушку. Балалар жарайды, сол ойыншық үшін таласа берсін. Но взрослые вмешиваются вот сюда. Бірақ адамдар соған барып араласады, үлкен ересектер барып араласады. И они дают туда любовь. Сол жерге барып сүйіспеншілік береді. И вот если человек называет себя зрелым верующим, то он человек, который дает любовь, а не требует. Егер сенімде өскен, ересек сенуші болса, сол сүйіспеншілікті ол береді, тек қана алып қоймай.
Посему узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между менің собой. шәкірттерім екендіктеріңді араларында сүйіспеншілік болса біледі. Я много раз слышу в свой адрес приветы такие. Ага. Мен өзіме осындай сөздерді жиі естимін. Осындай Когда хабар. люди говорят, ага, что Айдар аға не очень хороший человек. Адамдар Айдар аға жақсы адам емес деп айтатын сөздерді жиі естимін. Продолжайте говорить. Ары қарай айта беріңіздер. Ничего страшного. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Я буду молиться, чтобы вы выросли. Сіздердің рухани өсулеріңіз үшін дұға ете беремін. Чтобы вы стали людьми, которые уже повзрослели и дают любовь. Ер жетіп, есейіп, сенімде, сүйіспеншілік бере алатын адамдар болғанға дейін. И благодарю за тех людей, которые за меня молятся. Мен үшін мінәжат етіп жүрген адамдарға рахмет. Потому что я тоже человек, и я могу упасть. Себебі мен де адамын, мен де құлай аламын. И тоже могу стать таким же ребенком, который будет обвинять других. Басқаларды айыптайтын дәл сол бала іспетті бола аламын. Но по милости Божией продолжаю дальше стоять в отношениях с Богом. Бірақ Құдайдың рақымына бола мен Құдаймен қарым-қатынасымды ары қарай жалғастырамын. 1 Фессалоникийцам 3 глава 12 стих. Салониктарға арналған бірінші хат, 3 тарау. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам. Бір-біріңе жаны барлық адамдарға деген сүйіспеншіліктеріңді, еміз біздің өздеріңе деген сүйіспеншілігіміз сияқты өсіріп арттыра берсін. Я желаю, чтобы любовь, она в нас росла и приумножалась. Біздегі сүйіспеншілік өсіп, көбейіп көрінетін болсын. Живите счастливо. Бақытты өмір Пусть любовь сүріңіздер. Божья будет на вас, и чтобы вы ее чувствовали и переживали. Құдайдың сүйіспеншіліктері сіздердің үстеріңізде болсын, соны терең сезініңіздер. И пусть люди через вас переживают эту любовь. Сіздер арқылы басқа адамдар осы Пусть сүйіспеншілікті Иса көретін Масих болсын. будет виден через вас. Иса Масих сіздердің өміріңіз арқылы көрінетін болсын. У нас скоро будут миссионерские поездки. Жақын арада елшілік сапар басталады. Но знаете, что Сапарлар. обычно происходит в миссионерских поездках? Әдетте білесіздер ме, осы сапарларда не болады? Люди сближаются. Адамдар жақындасады. Почему? Потому что они вместе тянут трудности. Неге? Себебі олар осы ауыртпалықты бірге өтеді. Я желаю, чтобы в этом Қиыншылықты. году вы поехали и в Монголию. Менің қалауым биыл Моңғолияға да И барыңыздар. открывается сегодня и Узбекистан, и Өзбекстан, Таджикистан, и Таджикистан, Азербайджан, и Азербайджан, Турция, и Түркия. Иерусалим, Израиль. Иерусалим, Израильге дейін барыңыздар. Китай открылся? Китай тоже открылся. Қытай, между прочим. шығыс. иә. Ничего, поедете, умрете. Куда же рука? Аминь. Ага, возлюбите так. И, конечно, по Казахстану. И Россия тоже. Қазақстан, Россия, Может, скоро откроется Украина. Украина да ашылатын шығар. И вот в одной упряжке, находясь в одних трудностях, переживая эти трудности, служа друг другу, они становятся близкими. Бірлікте, ынтымақтастықта, я бірлікте болған кезде бір-біріне жақындасып, олар жақын болады. Они возвращаются, и потом смотришь, они из кафе не выходят. Все, продолжают друг с другом встречаться. Елшілік сапардан келгеннен кейін олар ары қарай кездесіп, кафелерден шықпай жүреді. Причина в чем? Во взаимоотношениях. Себеп неде? Қарым-қатынаста. В любви, которую они посеяли. Олар сепкен сол сүйіспеншілікте. Знаете, любовь, которая сеется, она произрастает, и она становится больше и больше. Дән сияқты себілетін сүйіспеншілік ол өсіп, ұлғая береді. И когда мы сопереживаем друг другу, когда мы вместе проходим страдания, когда мы служим друг другу, вот это настоящая любовь. Бір-бірімізге жанашыр болған кезде, бір-бірімізді жұбатқан кезде, сүйіп қарым-қатынаста болған кезде, осы сүйіспеншілік нығая түседі. Знаете, истинная любовь, она рождается. Шынайы сүйіспеншілік ол туады, пайда Идет болады. сперва посев. Ең алдымен сол сүйіспеншілік себілу керек. И потом в один момент этот человек, он чувствует, что здесь я могу быть в безопасности. Мне не надо никого опасаться. Мне не надо, что меня здесь кто-то осудит. Сол дән сияқты себілген сүйіспеншілік өседі де, сол адам енді ойлайды, мен қауіпсіз жердемін, мен енді еш нәрседен қорықпаймын, адамдардың айыптауынан да қорықпаймын деген деңгейге дейін өседі. И вот тогда люди узнают, что вы ученики. Сол кезде сендер Исаның шәкірттері екенін көреді. Потому что среди вас они находятся в безопасности. Себебі сіздердің араларыңызда оларға қауіпсіз.
Но знаете, часто такое происходит, что мы поставили себе какую-то планку, какой-то уровень, чтобы любить до этого уровня только. Бірақ білесіздерміз бе көп жағдайларда біз сүйіспеншіліктің деңгейін қойып қоямыз. Сүйетін болсам, осы деңгейге дейін ғана сүйемін. Ну я же все делаю. Мен бәрін істедім ғой. Я открываю дом, я вон Үйімді машину, ашып я жатырмын. езжу. Мен көлікпен қызмет етіп жатырмын. Знаете, дом открыть можете и неверующий. Үйді сенбеуші де аша алады. Машиной послужить можете и неверующий. Көлігімен қызметті сенбеуші де істей В алады. детдом сходить можете и неверующий. Балалар үйіне сенбеушілер де бара алады. Поделиться рубашкой можете и неверующий. Артық киіммен бөлісуді сенбеушілер де істей алады. Но в чем глубина любви Иса Масиха? Бірақ Иса Масихтың сүйіспеншілігінің тереңдігі неде? Даже если предадут, я буду любить. Тіпті маған опасыздық жасап сатып кетсе де, мен ары қарай сүйе Даже беремін. если будете оскорблять, буду любить. Маған айыптап, маған балағат сөздер айтса да, мен ары қарай сүйе беремін. На такую любовь мир никогда не пойдет, и он не может ее воспроизвести. Мұнандай сүйіспеншілікке осы әлем ешқашан бара алмайды. Оны осылай істеуге күштері де жетпейді. А почему? Неге? Потому что это любовь Божия. Себебі бұл Құдайдың сүйіспеншілігі. Любовь Божию невозможно воспроизвести самому. Құдайдың сүйіспеншілігін өз күшімізбен көрсету мүмкін емес. Любовь Божию можно воспроизвести только тогда, когда с тобой Бог. Құдайдың сүйіспеншілігін тек қана Құдаймен бірге болған кезде ғана біз көрсете аламыз. Любовь Божия невозможна без Бога. Құдайдың сүйіспеншілігі Құдайсыз көрсете алмаймыз. И вот такая любовь, она действительно привлекает внимание неверующих. Міне осындай сүйіспеншілік адамдарды тартады. И я желаю, чтобы мы учились этой любви, Біз осындай сүйіспеншілікке практиковались в этой үйренейік, любви. жаттығайық. Когда мы проводим домашку, мы действительно делаем ударение, чтобы практиковаться в любви. Үй қауымдар жасаған кезде дәл сол жерде осы Құдайдың сүйіспеншілігін көрсетуге жаттығатын болайық. Мы прилагаем усилия открывать свои жизни друг перед другом глубоко и искренно. Бір-біріміздің алдымызда өз өмірлерімізді айқара ашуға. Насколько ты глубоко посеял, вот настолько это жертвенная любовь, потому что другой человек, он, смотря на тебя и чувствуя, что ты доверяешь ему, то, что ты любишь его, значит, он откроет свое сердце. Қаншалықты сенің сүйіспеншілігің тереңге сол адамның өміріне енеді, соншалықты терең ол саған ашыла алып, саған сенім арта алады. Хорошо, вот Иса Масих, он дает кусок хлеба Иуде Искариоту. Иса Масих бір үзім нанды Яхудаға береді. Иуда Искариот это хлеб кушает, и все, он пошел за сатаной. Яхуда осы нанды жеген сәттен бастап ол шайтанның соңынан еріп кетеді. Он не принял любви Божией. Ол Құдайдың сүйіспеншілігін қабылдаған жоқ. Написано, он возлюбил мзду неправедную. Ол осы жерде сондай әділетсіздікті сүйді деп жазылған. Все, он ушел. Ол кетіп қалды. И вот после этого Иса Масих продолжает говорить. Осыдан кейін Иса Масих былай дейді. Но Иса Масих никому не показал видом, что вот Иуда и ушел, что он меня предает, что вот это вот он такой ужасный. Бірақ Иса Масих Яхуда кетіп қалған кезде де ешкімге осы адам қазір кетті, қазір маған опасыздық жасайды деп сыр білдірген жоқ. Здесь мы видим дальше Иса Масих, он разговаривает с Петром. Ары қарай Иса Масих Петрмен сөйлеседі. 33 стиха Иса Масих говорит: дети, недолго мне уже быть с вами. Будете искать меня, и как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не сможете прийти, так и вам теперь говорю. Балаларым, енді азақ уақыт қастарыңда боламын. Кейін мені іздейсіңдер. Әлгі яхудилерге айтқан сөзімді қазір сендерге де айтамын. Мен баратын жерге сендер жете алмайсыңдар. В 36 стихе Симон Петр сказал ему: Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему: куда я иду, ты не можешь теперь идти за мною, а после пойдешь за мною. Сонда Шимон Петр: мырзам, сіз қайда бармақсыз деп сұрағанда Иса: мен баратын жерге сен қазір еріп бара алмайсың, бірақ кейінірек соңымнан келесің деді. 37. Господи, почему я не могу идти за тобою? Теперь я душу мою положу за тебя. Сонда Петр: мырза, сізге қазір неліктен еріп бара алмаймын деп сұрады. Сіз үшін жанымды қиюға дайынмын.
Иисус отвечал ему: душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Мен үшін жан қиямын дейсің бе? Саған шындығын айтайын. Осы түні әте шақырғанша сен менен 3 рет танасың. Знаете, когда мы читаем 37 стих, я думаю, что это вызывает у нас восторг. 37 аятты оқыған кезде біз осыған тамсанамыз. Здесь такая ситуация, все поникли от того, что Иса Масих сказал: один из вас предаст меня. Мына жерде мынандай жағдай болып жатыр. Иса Масих араларында біреу маған опасыздық жасады деген сәт. Но здесь Петр, он говорит: я душу свою положу за тебя. Бірақ Петр айтады: мен сен үшін жанымды қиюға дайынмын. Я думаю, такие слова вызывают восторг. Осындай сөздер қараған кезде, сөздерді естіген кезде біз таңғаламыз. Он действительно настолько это сердцем сказал. Бұл шынымен де шын жүрегімен айтылған. Петр, он действительно был выдающимся учеником. Шынымен де Петр, ол ерекше шәкірт болды. Он 3 года ходил с Иса Масихом и получил от него очень много людей. Ол 3 жыл бойы Иса Масихпен бірге еріп жүргендіктен өте көп нәрсе үйренген шәкірті болды. Но мы все-то знаем, что произойдет после. Бірақ осыдан кейін не болатын біз барлығымыз білеміз ғой. Через несколько часов он отречется от Иса Масиха. Бірнеше сағаттан кейін ол Исадан бас тартады. И вот знаете, когда мы как бы находимся в этой обстановке и слышим его исповедание: я душу твою положу за тебя, у нас это прям чувства такие рождает хорошие. Біз сол Петрдің осындай сәтте мен сен үшін жанымды қиюға барам деген кезде оның айтқан сөздеріне біз тамсанамыз. Но мы читаем дальше, мы знаем, что будет дальше. И мы когда уже знаем, что он отречется от Иса Масиха, теперь какие чувства у вас? Ары қарай біз білеміз ғой, ол бірнеше сағаттан кейін ол Иса Масихтен бас тартады. Ал енді қандай сезім сіздерді толтырады? Знаете, вот такие люди, мы люди вот такие, у нас очень быстро могут поменяться Біз чувствования адамдар к людям. міне осындаймыз, біздің сезімдеріміз әп сәтте өзгеріп кетеді. Только что мы его уважали, Жаңа ғана біз оны сыйлап только что құрметтедік. мы слушали его слова. Жаңа ғана оның сөздерін И тыңдадық. вдруг он что-то сделал такое, что мы просто поменяли к нему все отношение. Міне бір кенеттен ол бір нәрсе, бір іс-әрекет жасады, енді біздің көзқарасымыз мүлдем өзгеріп кете қалды. И знаете, вот ошибся, грех сотворил, и мы меняем свое отношение к людям. Сол адамдар қателесті, бір күнә жасады, сол сәтте біз оған деген көзқарасымыз өзгеріп кетеді. И мы не выдерживаем наш суд, он вылазит: я же тебе говорил. Сол кезде біздің ішіміздегі сондай соттау шығады да, мен айттым ғой саған. Но Иса Масих, он не осуждает его. Бірақ Иса Масих осы жерде айыптап тұрған жоқ. Здесь нет ни слова осуждения. Бір айыптау сөзін көрмейміз. Потому что Иса Масих в 36 стихе, он ему сразу до этого еще сказал. Себебі 36 аятта оғанға дейін Иса айтып кеткен болады. Петр говорит Иисусу: Господи, куда ты идешь? Мырзам, қайда бара жатырсыз? Иисус ему ответил: куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной. Мен баратын жерге сен қазір бара алмайсың, бірақ кейін келесің. Иисус знал, что он упадет. Иса оның құлайтынын білді. Иисус знал, что он отречется от него. Иса білді одан бас тартатынын. Но он ему и говорит, что ты сейчас не сможешь пойти за мною. Солай Иса айтады: сен қазір менің соңымнан бара алмайсың. Но ты встанешь и пойдешь за мною. Бірақ сен тұрасың, сонан кейін келерсің. И что вот Иса Масих в этих словах говорит? Осы сөздерде Иса Масих не дейді? Знаете, в этих словах надежда на Петра, который изменится. Осы жерде кейін өзгеретін Петрге деген үмітін көреміз. Который будет славить Бога, стоять и славить Бога. Тұрып Құдайды мадақтап дәріптейтін Петрді. Который будет настолько близок с Богом, что исполнившись Духа Святого, он будет проповедовать на сотни тысяч человек. Құдайға жақын болғаны соншалықты ол киелі рухқа кенеліп мыңдаған, жүздеген адамдарға ізгі хабар тарататын адам болатынына үміт. А вот сейчас он еще не такой человек. Қазір ол ондай емес. Но он его укрепляет. Бірақ оған батылдық береді. Ты упадешь, но ты Нығайтады. встанешь. Сен құлайсың, бірақ тұрасың кейін. И ты некогда поднявшись будешь укреплять братьев своих. Сен өзің құлап тұрғаннан кейін енді бауырластарыңды нығайтатын боласың. Ты встанешь и сможешь идти за мною. Сен тұрып мықты болып мен соңымнан ере аласың.
Вот это сердце Божие. Міне осындай Құдайдың Мы сейчас жүрегі. говорим о любви Божией, Біз Құдайдың сүйіспеншілігі туралы о айтып любви жатырмыз. между нами. Арамыздағы сүйіспеншілік туралы. Дорогие, вот сегодня между нами есть люди, которые еще грешат и грешат. Қымбатты бауырластар, арамызда әлі де күнәға батып жүрген адамдар бар. И это говорится слово и говорится. Құдайдың сөзі айтылып жатыр. И знаете, у нас вот такое понимание, что когда ты изменишься, Бізде мынандай түсінік, сен қашан өзгересің? сколько тебе можно служить? Қаншама саған қызмет ету керек? Почему я ему служу, а он все время поворачивается ко мне спиной? Не үшін мен оған қызмет ете беремін, а ол маған бетіме түкіреді? Когда он наконец станет служителем? Қашан ол көтеріледі, тұрады? Такое есть между нами. Біздің арамызда бар осындай. И вот здесь Иса Масих говорит, Осы жерде Иса айтады. каким образом мы должны продолжать дальше служить этим людям. Қандай жүрекпен, қалайша осы адамдарға біз ары қарай қызмет ете аламыз? Каким образом мы должны смотреть на этих людей. Сол адамдарға қандай көзқараспен қарауымыз керек? Иса Масих желает, чтобы мы увидали, что он желает на этих людей. Иса Масих сол адамға деген Құдайдың көзқарасын біздер көрсек екен дейді. Он будет прекрасным семьянином. Ол күшті, мықты отбасы құралады. Он будет мужем Божьим. Ол Құдайдан келген отағасы бола алады. Он будет служителем. Ол қызметші болады. Он тот, который изменится. Ол Который өзгереді. освободится от зависимости. Әртүрлі тәуелділіктерден азат бола алады. И когда мы молимся за этих людей, вот такими мы должны видеть их. Ол сол адамдарға дұға еткен кезде осындай көзқараспен қарауымыз Которые керек. славят Бога. Құдайды дәріптеп тұратын. Которые живут с Богом в радости и Құдаймен в любви бірге Его. қуанышта, сүйіспеншілікте өмір сүретін адамдарды. Вот таким образом сейчас смотрит на Петра Иисус. Дәл осындай жүрекпен Құдай Иса Петрге және Яхудаға Он қарайды. не смотрит на его слова, которые он сказал и не исполнил. Ол айтып, соны орындамаған сөздеріне мән берген жоқ. Он не смотрит на то, что он рыбак и не образован. Ол балықшы және сауатсыз екеніне мән берген жоқ. А он на его сердце смотрит. Ол оның жүрегіне қарады. Он на его сердце смотрит. Оның жүрегіне қарады. Тот, который жаждет и хочет, действительно, я душу отдам за тебя. Оны Құдайды аңсайтын, тіпті жанын қиюға дейін баратын адам. Он смотрит, когда на него сойдет Дух Святой, и этот человек изменится полностью. Киелі рух келген кезде сол адам түбегейлі өзгеріп кететін сондай адамды көрді Иса. Этот человек будет бахташе. Осы адам бақташы Будет болады. прекрасным бахташе. Керемет бақташы болады. Великим человеком будет. Ұлы адам болып шығады. Он выучится и будет прекрасным Ол специалистом. оқуын мықты, білікті маман болып шығады. Даже если человек упал, мы будем прилагать силы принимать и прощать. Адам құлап қалса да, оны кешіріп, оны қабылдауға жан сала тырысатын болайық. Даже если не выполнил обещание, будем прилагать усилия верить, что он изменится. Ол уәдесінде тұрмаса да, ол өзгеретініне ары қарай үмітпен қарап сенейік. Вот на такую любовь мир не способен. Міне, осындай сүйіспеншілікті осы әлем көрсете Если алмайды. люди подвели, они разрывают отношения. Ол адамдар опасыздық жасаса, бірден қарым-қатынастар үзіледі. Если человек оступился, они его не прощают. Адамдар бір кінәрат жасайтын болса, адамдар кешірмейді. Но Иса Масих любит каждого так, безусловно, любовь. Бірақ Иса Масих әрқайсымызды, әрбір адамды шексіз сүйіспеншілігімен Может сүйеді. быть, кто-то из нас сегодня скажет, я не предавал, как Иуда Искариот. Кейбіреуіміз айтуымыз мүмкін, мен Яхуда сияқты опасыздық жасағам жоқ. Кто-то, может, скажет, что я не предавал, как Петр. Мен Петр сияқты бас тартқаным жоқ, дейтін шығар. Но знаете, я думаю, каждый из нас имел такие жизни и переживания, когда ему было трудно, он бежал к Богу. Бірақ біздің әрқайсымыздың өмірімізде бір басымызға қиындық түскен кезде Құдайға жүгірген бір кездер болды. И мы прямо перед Богом стоим. Солай біз Құдайға жүгіріп келіп, Құдайдың алдында тұрамыз. И в этот момент мы знаем, что Бог хочет от нас. Сол сәтте біз білеміз Құдайдың не қалайтынын. Он хочет, чтобы мы посвятили Ему свою жизнь и свое сердце. Өмірімізді, жүрегімізді оған арнауын Құдай қалайтын біз білеміз сол И в этот сәтте. момент мы говорим, Бог, если ты это сделаешь, я посвящусь тебе. Сол сәтте біз айтамыз, Құдай осыған жауап берсем, мен саған өмірімді саған арнаймын Я дейміз. пойду, куда ты скажешь. Сен айтқан жерге барамын. Когда наша ситуация разрешается, Біздің мәселеміз шешілген кезде, мы обратно идем своим путем. біз ары қарай өз жолымызбен жүре береміз.
мы обратно сами для себя Бог. ары қарай өзімізге өзіміз Құдай болып жүре И береміз. потом приходит ситуация обратно. Сонан кейін тағы да бір мәселе пайда болады. И мы обратно бежим к Богу. Солай тағы да біз қайтадан Құдайға жүгіреміз. И мы обратно Богу говорим. Тағы да келіп Құдайға айтамыз. И не только Богу, а людям всем вокруг нас. Құдайға ғана емес, айналамыздағы адамдарға да айтамыз. Потому что нам нужны эти люди. Мы желаем, мы нуждаемся в их общении. Нам нужна их поддержка, нужна любовь. Себебі бізге осы адамдар керек, олардың қолдаулары керек, олардың көмектері керек бізге осы сәтте. Я посвящаюсь Богу. Мен Құдайға арналамын. И потом ситуация разрешается. Сөйтіп мәселе шешіледі. И мы обратно потом идем сами. Сосын ары қарай тағы да біз өз өмірімізбен өмір сүре Чем мы береміз. лучше Петра или Иуды Искариота? Олай болса, біз Петрден, Яхудадан қай жағынан артықпыз? Сколько у нас таких было ситуаций, когда мы не исполняли своих обещаний? Өмірімізде уәде еткен, уәделерімізде тұрмаған сәттеріміз қаншама болды? Я думаю, очень много. Өте көп деп ойлаймын. И знаете, вот в этом-то и вся милость Божия. Міне дәл осы нәрседе, осы Вот в арқылы этом біз все и сердце Божие. Құдайдың мейірімін, Құдайдың Что даже если сүйіспеншілігін, мы отворачиваемся, предаем и уходим, Он продолжает любить нас. тіпті біз одан бас тартып, оны сатып, оған опасыздық жасасақ та, ол бізді ары қарай сүйе береді. Но мы живем своими мыслями и сами думаем, что мы построим хорошие, прекрасные отношения, что наши дети помирятся, что они будут хорошими людьми, что между ними будет хорошо, и мы думаем о них дальше. Бірақ біз өз күшімізбен, өз ойымызбен, өз сүйіспеншілігімізбен өмір сүреміз, балаларымызды тәрбиелейміз, оқытамыз, өсіреміз, олар күшті, мықты адамдар болады деп ойлаймыз. Но Бог думает больше и хочет дать больше. Бірақ Он Құдай хочет дать жизнь. Құдай кеңін ойлайды. Ол бізге өмір сыйлағысы келеді. Знаете, вот здесь, когда я стою, проповедую, я еще раз скажу, я все вижу. Осы жерде уағыздап тұрған кезде мен тағы да айтайын, мен бәрін көріп тұрмын. Я даже вижу порой, когда вот люди играют между собой сотками вот Кейде так, на тіп разных рядах. әртүрлі қатарда отырса да, соткада бір-бірімен ойнап отырғанын мен байқаймын. Сегодня это зло, огромное зло. Бүгінгі таңда бұл үлкен зұлымдық. На прошлой неделе мы слышали слово, как тот ага говорил, что он говорил о том, что у него было такое видение, когда в его дом заходят просто грабители, бандиты и разрушают его дом, и он дает этому место. Өткен аптада Тот аға өзінің куәлігімен бөліскен кезде, ол айтты, мен бір көрініс көрдім. Менің үйіме бір қарақшылар баса көктеп кірген кезде, олардың кіруіне мен кедергі болмай, өзім есікті ашып кіргіздім. И знаете, вот сегодня одно из того, что является злом, это чрезмерное использование гаджетов. Бүгінгі таңдағы, қазіргі заманымыздағы ең бір зұлым нәрселердің бірі бұл тәуелділік. Телефондарға, гаджеттарға тәуелділік. Оно разрушает мозг, вы знаете это, да? Білесіздер ме, ол біздің миымызды құртады. Проблема в том, что сегодня психиатрические больницы переполнены людьми, которые зависимы от гаджетов. Қазіргі таңда психиатриялық больницаларда, ауруханаларда осы гаджеттарға тәуелді адамдардың саны өте көп. И вот мы точно так же, как будто открыли свой дом, и в наш дом добро пожаловать. Дәл сол сияқты, біз өзіміздің отбасымыздың, үйіміздің есігін ашып, ал кіре беріңдер деп жатырмыз. И знаете, наши дети, они даже могут не понимать. Мы даже сами, когда если вот в этом, мы можем не понимать, что у нас уходит простая концентрация на нормальные вещи. Мы нормальные вещи сделать не можем, потому что вот это все, оно лишает терпения, лишает нашего внимания, лишает способности просто заниматься правильным. Біздің балаларымыз түсінбейді, бірақ кей кезде тіпті біз ересек болсақ та біз де түсінбейміз. Осы нәрселерге, гаджеттарға тәуелділік біздің қарапайым әрекеттерімізге кедергі жасайды. Біз дұрыс ойлана алмаймыз, дұрыс ойымызды жинақтай алмаймыз, қарым-қатынасымызға кедергі болады. И знаете, я думаю, что сегодня многие из нас в своих семьях испытывают конфликты.
Меніңше қазір әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызда әртүрлі түсінбеушілік, келіспеушілік, дау-дамайлар бар. И в общем, картина всех сегодня отношений в доме, она примерно вот такая. Отбасыларындағы қарым-қатынас барлығында бірдей деп ойлаймын. Ходим, Барлығымыз жүреміз, өмір Потом- сүріп жатырмыз. проблема не решается, потом решилась. Бір сәтте мәселе шешілмей жүреді де, бір сәтте ол шешіледі. Как решилась? Потому что поругались. Қалай шешілді? Себебі ұрысып қалдық. До этого терпелось, насколько хватилось, потом поругались. Шыдамыз жеткенше шыдап келдік, бірақ бір сәтте барлығының шыдамы жарылған кезде біз ұрысып қаламыз. И вот когда поругались уже, не можем, от того, что уже поругались, не можем находиться вот в этой среде. Ұрысып қалғандықтан енді осы ортада қала алмаймыз ары қарай. И теперь мы прилагаем усилия. Енді біз күш саламыз. Потом поговорили. Сөйтіп біз сөйлесеміз. Поговорили. Сөйлестік. И нам кажется, что все, теперь уже все разрешилось. Енді бәрі шешілді деп ойлаймыз. Хорошо поговорили. Жақсы сөйлестік. И обратно каждый в свою комнату. Сөйтіп бәрі қайтадан өз бетімен өзінше өмір сүре бастайды. Каждый за своей соткой, кто-то за компьютером. И каждый дальше занимается до следующего конфликта. Әркім өз айналысып жатқан іс-әрекеттерімен телефонда, гаджетта отыра береді. Келесі Конфликт дейін. До следующего раза. Потом келесі то же самое, обратно. Раз, поссорились, и уже мимикой показываем, что мы поссорились, мы не принимаем, мы не выдерживаем, потом надо, обязательно мы поговорим. Келесі жолы тағы да бір дау-дамай туған кезде біз бірімізге бет әлпетімізбен ренжігенімізді көрсетіп, сонан кейін отырып кездесіп сөйлесеміз де, ары қарай тағы да сол бұрынғы қалпына келеді. Иисус говорит, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иса Масих айтады, араларында сүйіспеншілік болған кезде ғана менің шәкірттерім екендіктерін көреді. Дело не в этом разговоре, и один разговор ничего не решает. Осы бір рет әңгімелесуден емес, бір рет әңгімелесу еш нәрсені шешпейді. И когда мне люди говорят, мы все поговорили и все решили, Адам- я не верю. Адамдар айтады, біз бәрін сөйлесіп қойдық, бәрін шештік деген кезде мен сенбеймін. Потому что меняет людей только любовь. Себебі адамды өзгертетін тек қана сүйіспеншілік. Любовь не может быть через разговор. И сүйіспеншілік жай ғана сөйлесу арқылы болмайды. Любовь, она через отношения идет. Сүйіспеншілік қарым-қатынас арқылы көрінеді. Отношения – это среда. Қарым-қатынас дегенім сол орта. Это когда разговаривают люди постоянно, они кушают вместе. Адамдар бірге, бір отбасы, бір дастархан басында отырып әңгімелесу арқылы, бірге уақыт өткізу арқылы. И вот в эти моменты все решается. Вот эти вот самые большие, которые являются проблемами, они просто вот так в обычном, как в обиходе, разговаривая, все приходит на свои места. Егер отбасында үлкен бір мәселелер болса, ол дәл осылай бір отбасында, бір дастарханда отырып, осы мәселені шешуге тырысады. Сегодня общество, оно лишается отношений. Бүгінгі қоғамда қарым-қатынас жоқ. Если нет отношений, то нет любви. Қарым-қатынас болмаса, ол жерде сүйіспеншілік те болмайды. Нету среды, где любовь, она действительно искрится и становится настоящей. Сүйіспеншілік бір-біріне жанатысып, шынайы сүйіспеншілік бола алатындай орта жоқ. И сейчас не надо прилагать усилия, чтобы решать вот этот конфликт. Осы дау-дамайды шешуге тырыспай-ақ қояйық. А надо вложить силы, чтобы появились отношения. Бар күшін тамызды қарым-қатынас тудыруге Чтобы жұмсау керек. появилась жизнь. Сондай өмір пайда болу Чтобы үшін. вместе что-то делать, вот сюда нужно вложить. Бірге бір нәрселерді бірігіп бірлікте істеу үшін міне соған бар назарды аудару керек. Грубо говоря, вместе поехать в длительную миссионерскую, чтобы просто переживать трудности вместе. Басқаша айтқанда бірге бірігіп елшілік сапарға барып, сол жерде әртүрлі қиындықтардан өтіп, бір-бірімізге сүйіспеншілік И тогда көрсете алу. действительно мы становимся частью друг друга. Дәл сол кезде ғана біз бір-біріміздің бір бөлігі бола аламыз. Сегодня жены живут вот в таком формате. Бүгін әйелдер міне бұлай өмір сүреді. Подожди, я тебе что-то скажу. Тұра тұр, қазір мен саған бір нәрсе айтамын. Ох, у него настроение не очень. О, қазір оның көңіл Блин, не күйі жақсы успеваю емес. сказать все, что Ту, хочу. үлгермедім ғой айтатынымды айтып үлгермей Блин, надо қалдым вот ғой. это тоже сказать. Мынаны да айтып жіберу керек қазір. Вот сейчас не подходит настроение, не подходит. Қазір көңіл күйі скажешь. дұрыс емес, қазір емес, кейін айтамын. И вся жизнь вот так думает, что через разговор все решится. Міне осылай бүкіл өмір бойы осы сөйлесу, әңгімелесу арқылы шешіледі деп ойлайды. Не решится. Шешілмейді. Не решится. Шешілмейді.
нужно приложить усилия, чтобы были отношения. қарым қатынас болу үшін тырысу керек. И настолько послужить, столько дать любви, чтобы потом он послушался. Сол адам тыңдау үшін соншама көп қызмет етіп сүйіспеншілік көрсету керек. Когда ты столько дал любви, тогда он будет тебя слушать. Сен сүйіспеншілік қаншалықты сүйіспеншілік бересің, соншалықты тыңдауға дайын болады. Я знаю, басқа что адам. ты несовершенен, Иә, сен кемелді емессің. но ты встанешь и ты пойдешь. Бірақ сен тұрасың да барасың. Ты станешь великим, Сен ұлы боласың. ты станешь благословением. Сен басқаларға бата боласың. И вот таким образом продолжать молиться, Міне осылай басқа адам үшін дұға ете беру керек. продолжать говорить в его жизнь, Ары қарай оның өміріне қызмет етіп сөйлей продолжаться беру керек. вмешиваться в его жизнь. Ары қарай оның өміріне араласу керек. Даже если он будет сопротивляться и говорить против, и говорить гадости. Ол тіпті қарсылық айтып, қабылдамай, сол балағаттаса да, Имейте смелость разбить телефон. телефонды сындыруға дейін батылыңыз жетсін. Ох, как у сердца у вас жалость, я чувствую экономический вопрос. Жүректеріңіз бүйтіп қысылғанын байқалып тұр. Важнее этого сердца человека. Осының бәрінен де адамның жүрегі маңызды. Важнее достучаться до этого сердца. Адамның жүрегіне жету өте Важнее маңызды. отношения. Қарым қатынас маңызды. И я желаю, чтобы мы сегодня увидели вот здесь, что мы должны демонстрировать любовь Божию. Мына осы аяттардан біз сүйіспеншілігімізді іс-әрекет арқылы, іс жүзінде көрсете білуіміз керек. Чтобы мы дошли до этого уровня, когда любовь нас наполняет, и мы другим заявляем: я верю в Иса Масиха. Бізді Құдайдың сүйіспеншілігі толтырғаны соншалықты, сол сүйіспеншілікті көрсету арқылы мен Исаға сенемін деп батыл айтуға дейін біз Давайте өсейік. мы помолимся. Дұға етейік. Я желаю, чтобы мы молились сейчас, Барлығымыз бірге мінәжат етейік. чтобы Бог, Он проявлялся через мои отношения. Құдай менің қарым қатынасым арқылы көрінсін. Чтобы сегодня я задумался и спросил: Дух Святой, что я должен делать, чтобы Иса Масих, Ты был виден через мои действия. Келі рухтан сұрайық. Құдай, мен не істеуім керек? Менің іс-әрекеттерім арқылы Құдайдың сүйіспеншілігі көру үшін мен қазір не істеуім керек? Дух Святой, покажи мне, что я делаю неправильно. Келі рух менің қате іс-әрекеттерімді көрсетші. И если Дух Святой показывает, покайся сразу. Егер келі рух көрсетіп жатса, бірден кешірім сұра. Принимай, это любовь Божия, и Он хочет, чтобы ты Қабылда. жил в любви Божьей. Қабылда. Егер Құдай әшкерелеп жатса, қабылда. Бұл Құдайдың сүйіспеншілігі. Давайте будем просить Бога, чтобы мы могли сегодня в любви служить людям. Бүгінгі таңда Құдайдың сүйіспеншілігімен адамдарға қызмет ете алу үшін Құдайдан өтініп сұрайық. Любить, безусловно, Шартсыз сүюге. даже если нас предают, даже Бізді если сатып нас кетсе де, унижают, бізді даже если төмендетсе де, они создают гонение и давление на нас. бізге қысымшылық көрсетсе де, Давайте қиянат молимся. етсе де, сүюге дайын болайық.